Сәлем достар, привет, друзья, мәрхаба arkadaşlar. Мен бүгін сіздермен Хюррем Сұлтанның сүйікті маскасымен бөлісемін. Бізге бір ас қасық табиғи йогурт қажет болады. Йогурт қабынуды жеңілдетеді, сонымен қатар бітелген тесіктерді жақсы тазартады. Сонымен қатар бізге бір ас қасық күріш ұны керек. Күріш ұны пигментациядан құртылуға көмектеседі, себебі күріштің құрамындағы крахмал теріні ағартады. Сонымен қатар коллаген өндірісін ынталандырады және тері жасушаларының регенерациясын жеңілдетеді. Бір ас қасық куркума қосыңыз. Куркума коллаген синтезін арттырады. Куркума безеумен, экземамен, қабынумен, зақымданумен, әжімдер мен бөртпелермен және пигментациямен күресуге көмектеседі. Уайымдамаңыз, бетіңіз сапсары болып қалмайды. Біраз сарғыштық тоникпен оңай жуылады. Соңында бір шай қасық бал қосыңыз. Бал теріні сергітеді, тері тесіктерін терең етіп, оларды тазартады. Қартаю дақтарын тиімді жояды, зақымдарды емдейді, жастықты ұзартатын антиоксиданттары бар. Бәрін жақсылап араластырамыз. Масканы қолданар алдында аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріңіз. Ол үшін білегіңізге аздап масканы жағып, 10-15 минут күттіңіз. Егер әсер ету уақытында сізде қышу, тітіркену пайда болса, дереу сумен шайыңыз. Масканы бетіңізде 15-20 минут ұстаңыз, содан кейін жылы сумен жуасыз. Масканы аптасына 2 рет қолдануға болады. Қалған масканы қайта пайдаланудың қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар достар.